ОДМ дегеніміз не? Ол Біріккен Ұлттар Ұйымы қабылдаған 17 орнықты даму мақсаты. ОДМ барлық елдер әлемді жақсарту үшін орындауға тырысатын тапсырмалар тізімі сияқты. Кедейлік пен аштықты жою, халықтың денсаулығы мен әл-ауқатын жақсарту, теңсіздікті азайту, климаттың өзгеруімен күрес. Мұнда адамзат алдында тұрған негізгі мәселелердің бәрі бар. Оларды шешу үйлесімді әрі үздіксіз жұмысты қажет етеді. ОДМ-ға жетуге бағытталған ерекше мәні бар жобалар халықаралық қолдауға ие болып, Біріккен Ұлттар Ұйымы даму бағдарламасы арқылы жүзеге асырылады. Әлбетте, алға қойылған мақсаттарға жету үшін маршрутты белгілеп қана қою жеткіліксіз. Қазір қай жерде екенімізді түсініп, дұрыс бағытта қозғалуымыз керек. Еуропалық одақтың қаржылық қолдауының арқасында Орталық Азияға арналған ОДМ платформасы әзірленді. Шеңберлер, орнықты даму мақсаттары мен міндеттері, олардың көлемі басқа мақсаттар мен міндеттерге әсер ету мөлшерін бейнелейді. Түсі мақсатқа не міндетке жету барысындағы прогресті көрсетеді. Сызықтар мен тілдер өзара байланыстарды айқындайды. Әр елдің өзінің орнықты даму мақсаттарына жетуді жеделдететін міндеттері бар. 2-4 міндеті экология үшін маңызды, өйткені Қазақстан ауыл шаруашылығында су ресурстарының көп бөлігін пайдаланады. 2030 жылға қарай орнықты азық-түлік жүйелері мен аймақтық ынтымақтастық климаттың өзгеруіне бейімделу, өнімділікті арттыру және әйелдерді қызметке тарту үшін маңызды болмақ. Қазақстанның тағы бір ОДМ үдеткішінің жастардың жұмысқа орналасу дағдылары жөніндегі 4 міндетінің экономикалық өсу үшін мәні зор. Қазақстандағы білім беру сапасы мен оның қолжетімділігі алаңдататын мәселе. Қазақстандағы білім беру сапасын жақсарту және оны қолжетімді қылу еңбек нарығының қолжетімділігін арттырып, әйелдердің құқықтарын кеңейтіп, орнықты өсуге және кедейлікті жоюға ықпал етеді. Дәл солай, орнықты даму мақсаттары өзара байланысты бір мақсатқа жетуге бағытталған әрекеттер басқаларына да оң әсерін тигізеді. Тек Орталық Азия елдері үшін ғана 1,5 мыңға жуық осындай өзара байланыс анықталды. Масштабты кішірейту арқылы ОДМ трендтері саясаттары, қарым-қатынастары және қаржыландыру туралы жан-жақты аймақтық шолуға тез-ақ қол жеткізуге болады. Мысалы, Еуропалық одақ қаржыландыратын жобалардың Орталық Азиядағы орнықты даму мақсаттарына жетуге қосатын нақты үлесін бағалауға болады. Платформаның көмегімен барлық мүдделі тараптар ОДМ-ға жету бойынша ағымдағы прогресті бағалап, проблемаларды анықтап, жаңа мүмкіндіктер таба алады. Әрбір азамат ОДМ-ға жетуге қажет қадамдар туралы біліп, орнықты болашақты құруға өз үлесін қоса алады. Орталық Азиядағы орнықты даму мақсаттары туралы ақпаратқа дәл қазір қанық болыңыз.